Бүгін шешінген қазақ қыздар туралы айтамыз. Видеоны бастамас бұрын көптің көруіне себепші болып лайк басып қойыңыздар. Бұл жай ғана видео емес. Бұл ойлануға себеп болатын әңгіме. Қазіргі таңда әлеуметтік желіні ашсаңыз, бір сәтке ғана назар аударып көріңіз. Алдыңызда не шығады? Би билеп тұрған қыздар, ашық киім, лайк қуған әрекеттер. Бұл біздің қазақ қыздары. Бір кезде ибалығымен танылған, тәрбиесімен ерекшеленген, ұятымен қадірлі болған қазақ қыздары. Бүгін неге бұлай өзгерді? Бұл даму ма? Бұл еркіндік пе? Әлде бұл құндылықтың жоғалуы ма? Біз кейде мұндайды қалыпты нәрсе сияқты қабылдаймыз. Заман солай дейміз. Барлығы солай істеп жатыр дейміз. Бірақ бәрі істеп жатыр екен деп дұрыс болып кетпейді. Әр заманның өз өзгерісі бар. Бірақ әр халықтың өзгермейтін негізі болады. Біздің негізіміз тәрбие. Біздің негізіміз ұят. Біздің негізіміз қазақылық. Ал бүгін сол негіз қаншалықты сақталып жатыр? Әлеуметтік желі тек көңіл көтеру құралы емес. Бұл санаға әсер ететін құрал. Бір видео, бір образ, бір әрекет мыңдаған адамға әсер етеді. Әсіресе жас қыздарға. Олар көргенін қайталайды. Олар трендті шындық деп қабылдайды. Ал сол трендтердің артында не жатыр? Ол туралы ойланып көрдік пе? Біз бүгін ешкімді кінәламаймыз. Біз ешкімді жамандамаймыз. Бірақ біз шындықты айтамыз. Себебі шындық айтылмаса, мәселе ешқашан шешілмейді. Бұл видео сынау үшін емес. Бұл видео ояту үшін, ойландыру үшін. Соңына дейін көріңіз. Себебі бұл тақырып бәрімізге қатысты. Біздің аналарымыз бен апаларымыз қалай киінген еді? Бұл сұрақты әрқайсымыз өзімізге қойып көруіміз керек. Себебі өткеніміз біздің айнамыз. Ал бүгінгі күніміз сол айнаға қарағандағы бейнеміз. Бұрынғы қазақ қыздары ешқашан қалай көрінемін деп емес, қалай көрінуім керек деп ойлаған. Бұл өте үлкен айырмашылық. Олар үшін киім жай ғана сән емес еді. Бұл тәрбие, бұл намыс. Бұл отбасының абыройы. Қыз балаға кішкентайынан ұят болады. Өзіңді жинақ ұста. Қыздың көркі мінезінде деп тәрбиелейтін. Сондықтан да олардың киімінде шектен шығу деген болмаған. Ұзын көйлек киген, орамал таққан, денесін жапқан. Бірақ бұл оларда артта қалған етпеді. Керісінше, оларды құрметті етті. Себебі олар өз қадірін білді. Қазіргі қоғамда еркіндік деген ұғым жиі айтылады. Бірақ еркіндік деген шешіну емес. Еркіндік деген өзіңді жоғалтпау. Біздің аналарымыз дәл осыны түсінді. Олар ешкімде еліктеген жоқ. Олар ешкімде ұқсауға тырысқан жоқ. Олар қазақ қызы болды. Ал қазір ше? Қазір біз кімге ұқсағымыз келеді? Кімді үлгі тұтып жүрміз? Осы сұрақтардың жауабы бүгінгі жағдайымыздың себебі. Қазіргі таңда әлеуметтік желі біздің өміріміздің бір бөлігіне айналды. Тіпті кейде өміріміздің өзінен де маңызды болып кеткендей. Біреу тамақ ішсе, соны салады. Біреу киінсе, соны көрсетеді. Біреу билесе, соны миллион адам көреді. Ал ең қауіптісі, осының бәрін жастар үлгі ретінде қабылдайды. Қазір желі жұлдызы болу өте оңай. Бірақ нағыз үлгі болу өте қиын. Кейбір блогерлер мен танымал тұлғалар алдымен қарапайымдылықты көрсетеді. Хиджаб киеді, тәртіп туралы айтады. Ал біраз уақыттан кейін бәрін тастап мүлдем басқа образға өтеді. Ашық киім, батыл қозғалыс, жария өмір. Бұл нені көрсетеді? Бұл тұрақсыздықты көрсетеді. Бұл нақты ұстанымның жоқ екенін көрсетеді. Ал жастар бұны қалай қабылдайды? Олар ойланып жатпайды. Олар тек көреді және қайталайды. Сонымен қатар сахнадағы жұлдыздарға да назар аударайық. Кейбір әншілер мен танымал тұлғалар барынша ашық киініп халық алдына шығады. Бұл шоу деп түсіндіріледі. Бұл заман талабы деп айтылады. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Олар көпшілікке әсер ететін адамдар. Әсіресе жас қыздарға. Кішкентай қыз экранға қарап отырып, мен де осындай болғым келеді деп ойлайды. Бірақ ол оның артында не тұрғанын түсінбейді. Ол тек сыртқы көріністі көреді. Сондықтан да әлеуметтік желі жай құрал емес. Бұл тәрбие құралына айналып бара жатыр. Ал біз сол тәрбиені кімнің қолына беріп қойдық? Ең үлкен мәселе
осының бәрі жас қыздарға әсер етіп жатыр. Бұл ең ауыр, ең қауіпті кезең. Себебі жас қыз әлі қалыптаспаған тұлға. Ол көргенін тез қабылдайды. Ол естігенін тез сенеді. Қазір мектеп жасындағы қыздардың өзі әлеуметтік желіде белсенді. Олар тренд қуалайды, видео түсіреді. Ашық киінуді қалыпты нәрсе деп қабылдайды. Біреу лайк басса қуанады, біреу пікір жазса соған мән береді. Осылайша олардың бағасы лайкпен өлшенетін деңгейге жетіп жатыр. Бұл өте қауіпті. Себебі қыз баланың қадірі лайкта емес. Қыз баланың қадірі оның тәрбиесінде, оның ішкі мәдениетінде, оның өзін қалай ұстауында. Бірақ қазіргі орта бұл түсінікті өзгертіп жатыр. Қазір көріну маңыздырақ болып барады. Ал қадір екінші орынға түсіп жатыр. Егер осы үрдіс тоқтамаса не болады? Ертеңгі қоғам қандай болады? Құрмет азаяды, құндылық өзгереді, қарым-қатынаста өзгереді. Бұл тек бір адамның мәселесі емес. Бұл тұтас қоғамның мәселесі. Сондықтан да бұл тақырыпты жай ғана киім деп қарауға болмайды. Бұл тәрбие, бұл болашақ, және бұл әрқайсымызға қатысты мәселе. Біз бүгін бір ауыр тақырыпты қозғадық. Бірақ ең маңызды сұрақ әлі де ашық. Бұл шынымен проблема ма? Әлде бұл заманның қалыпты өзгерісі ме? Сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі қазақ қыздарының киімі еркіндік пе? Әлде шектен шығу ма? Әлеуметтік желі кінәлі ме? Әлде әркім өзі жауапты ма? Біз тым қатты айтып отырмыз ба? Әлде керісінше кеш қалып жатырмыз ба? Өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздің пікіріңіз маңызды. Себебі бұл бір адамның мәселесі емес. Бұл бәріміздің қоғамымыз. Ең қызықты пікірлерді келесі видеода оқимыз. Мүмкін дәл сіздің ойыңыз келесі видеоның тақырыбына айналар. Сондықтан ойыңызды жасырмаңыз. Пікірге жазыңыз. Бірге талқылайық.